Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін біз дүние жүзі тарихынан кезекті сұрақты талдайтын боламыз. Бұл жерде 19 ғасырдағы Үндістандағы жергілікті тұрғындардан құрылған еуропалық үлгідегі жалдамалы әскерлерді не деп атайды? Оларды сипайлар деп атайды. Мен сызып қояйын, шатасып қалмаңыздар, мынау кшатрилер деген қате. Дұрыс жауабы сипайлар. Енді оны қайдан табамын десеңіздер, оны сіздер дүниежүзі тарихы пәнінен 8 сыныптың 126 бетінде осы Үндістандағы сипайлар көтерілісі деп аталатын толық бір параграфта айтылған. 21 параграфта. Енді асықпай толық оқып шығамыз мына жерді. Бұл компанияға Үндістанға жергілікті тұрғындардан тұратын күшті әскер құрудың сәті түсті. Солдаттар ағылшын офицерлерінің ықпалымен еуропалық әскери тәсілдерге үйренді, олардың қатаң бақылауында болды. Осы армияда қызмет еткен үнділерді сипайлар деп атайды. Сипай әскерлерінің дайындық деңгейіне әрине үнділік кез келген әскерден оқ бойы озық тұрды. 1819 жылға қарай Үндістанның орталық және оңтүстік жағы ағылшын отаршылдарының билігіне өтті. 1849 жылы оңтүстікте Пенджаб әскері толық талқандалды. Осыдан кейін бүкіл үнді жері Ос үнді компаниясының билігін мойындады дейді. Қарасаңыздар, кішкентай ғана абзац, бірақ ұбт-ға 5-6 сұрақ дайын тұр, иә? Қарасаңыздар, сипайлар туралы қоюы мүмкін. Мына жерде 1-2 жыл туралы айтылды. 2 жылға байланысты оқиғаларды сұрауы мүмкін. Сіздерге Ос үнді компаниясының билігі туралы сұрауы мүмкін. Яғни қарасаңыздар, кішкентай ғана абзац, бірақ өте көп сұрақтардан құралған. Сол себепті менің көрсеткен сұрақтарымды, менің көрсеткен параграфтарымды жай ғана өткізіп тастамай, толық оқыңыздар. Ол сіздерге пайдалы болады, ол сіздерге қажет болғаннан кейін айтып жатырмын. Сол себепті 21 параграфты толық оқып шығамыз.